Астанада құрылтайдың жаңадан сайланған депутаттары орталық сайлау комиссиясына жиналды. Сайлаудан кейін алғаш рет бас қосқан халық қалаулылары мұнда депутаттық куәлігі мен төсбелгісін алу үшін келді. 23 тамыздағы сайлаудың қорытындысы бойынша құрылтай құрамына 145 депутат енді. Олардың әрқайсысына депутаттық мәртебесін растайтын куәлік пен төсбелгі табысталды. Бұл жыл депутаттардың төсбелгісі де өзгерген. Бұрын парламент депутаттарына берілген төсбелгі тұтас алтыннан жасалса, жаңа құрылтай депутаттарына табысталған белгі жезден әзірленген. Қазақ тарихында бірінші рет құрылтайдың құрылымы, сондықтан да бұның салмағы да, жауапкершілігі де бөлек деп ойлаймын. Қатты ондай алтын тақтыңыз ғой. Қазір жезден құйылған. Иә, бұл жезден құйылған. Бірақ алтын жаратылған деп жазды. Дұрыс шешім деп ойлайсыз ба негізі? Менің ойымша, ақшаны үнемдеу бұның біздің депутаттардың омырауында міндетті түрде алтын болу міндет емес деп ойлаймын. Сондықтан да жездің болғаны бір жағынан өзіміздің Қазақстанның жерінен табылған жез емес пе? Сондықтан да әдемі деп ойлаймын. Төсбелгі мен куәлігін алған депутаттар орталық сайлау комиссиясынан шығып жаңа міндеттеріне кірісуге дайын жүр. Құрылтайдың алғашқы депутаттары үшін бұл күн сайлау науқанының аяқталып, депутаттық жұмыстың ресми басталғанын білдіреді.